Атырау ұлы даланың батыс алабын алып жатқан қалың қазақтың ежелгі мекені. Бұл аймақтың тумаларының арасында қарамайдың исі жейдесіне сіңіп, беті қолын алғаш қарамаймен жуған мұнайшылардың бірнеше ұрпақ әулеті бар. Солардың бірі Балжановтар әулеті. Құмар Балжанов Атырау өңіріндегі мұнайшылар әулетінің екінші ұрпағы. Әкесі Қайырбай сонау советтердің қарамағында мұнай кенішінде жұмысшы боп, бала Құмар сол әкесінің май сіңген шапанын иіскеп, алыс кеніштің алаулаған отын көріп өсті. Қайырбайдың әкесі Балжан Қызылқоға ауданына қарасты Сарыкөл ауылында туып өсті. Балжанның әкесі Балабай өз заманында төрт түлігі сай, ауқатты байлардың қатарында елге сыйлы би, қалың жұртты аузына қаратып, сөзге тоқтатқан азулы кісі болған екен. Демек, Құмар әкейдің арғы бергі аталары ел билеп, сөзден жаңылмаған, ел мен жер, жесір дауын шешіскен, ру тайпалардың бірлігін ұстаған, Атырау алабының тұтастығын қамтамасыз еткен ірі тұлғалар болғаны анық. Оған Жауғашты Шеркеш руының 8 арысының Андағұл аталығынан тараған баһадүр батырлар мен билердің тармағы куә. Андағұл Алақай батыр осы Құмар ақсақалдың арғы тегі бабасы. Міне тек, міне тазалық. Тектіліктің туын осы күнге дейін жықпай келе жатқан ұрпақ өз қасиетін алдағы ғасырларға да ұластырары анық. 16 жасында еңбекке араласып, Атырау техникумын бітірген Құмар Мәскеудегі атақты мұнай институтына түседі. Мұнайшылардың басты білім ордасын 1957 жылы тамамдаған Құмар Қайырбайұлы Балжанов еңбегі жанып, ауырда бейнетті мұнай саласында КСР құрметті мұнайшысы 1970 жыл. Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мұнайшысы 1978 жыл. Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері 1994 жылы атақтарын алды. Еңбек жолын 1957-1961 жылдары Доссор Махат мұнай кеніштерінде бастаған еді. Құмар Қайырбайұлы мен Изеле апайдан тараған ұлдары Асқар, Рүстем, Мұхит, Мұхтар және қызы Райхан өнегелі ата ұстанымы мен еңбек етіп, ғұмыр белесін жалғастырып, әкелері мен аналарының жолымен мұнай-газ саласында еңбек етуде. Міне, Балжановтар әулетінің ғасырларға ұласқан ғұмыр намасы. Құмар Қайырбайұлы мен Изеле Ғалиқызы барша қазақ отбасына үлгі. Ең басты байлықтары ұрпақ деп келе жатқан ардақты әке мен асыл ана, Алланың берген ұзын ғұмырында адал еңбек, адал жол, адал достық, адал махаббат деген ұғымды биікке көтеріп, ұрпақтарына мұра еткен абзал жандар. Алып-ұшпа мінезі жоқ, дала мінезді кең, қабағында айбары болса да жүзі сеңдертер жайдары, болымысы өр, сөз салмағы ауыр, байсалды жігіт бұл Құмар Балжанов. Гурьев политехникумын бітіре сала, Мәскеудегі Губкин атындағы институттың студенті атанды. Қазақы табиғатынан алыстамаған даланың қара баласы Құмар Мәскеудің төрінде ой түзесе де, бой түзеуге уақыт таппай, аудитория, лекция арасында кітапханада кітап ақтарып, қазақ сахарасының бір байлығы қарамай ғылымына бойлаған кезеді. Соңғы курс. Студенттік шадыман шақтың соңғы жылы. Лифт. Құмар студент болғалы осы жоғары төмен зырылдаған жедел саты ұясына кірсе, айнала ерсілі-қарсылы, қайнаған өмірден бір сәт алыстағандай бір бөгде ұшқыр қиялға берілетін. Ғарышқа ұмтылған көк сатысымен болашаққа көтеріліп бара жатқандай мақалай. Сосын өз ойына өзі таң қалып, сабақтың қиындығынан шаршаған болармын деп, сарт етіп ашылған есіктен шығып жүре беретін. Осы лифт қызық.
Әйтеуір бір бөлек әлем іспетті. Тағы да сол лифт. Есігі айғара ашылды. Іші күндегіден де жарық, сәулелі, бір өзгеріс бардай Құмарға ерекше әсер етті. Лифт ішінде екеуі ғана. Өзге жұрт қайда? Бір қыз бала сөмкесін ақтарып іздегенін тапты да, басын көтеріп, бойын бір тіктеп, «Здрасте» деді. Құмар сасқалақтап, қазақша «Сәлем» деді кекештене. Бойжеткеннің бір кірпік қағып, қайта төмен қараған жанарының жалыны жас жігітті өрттей шарпып, көз ілеспес бір сәт отқа оранғандай күй кешті. Қыздан көз алмады. Ал ол жәудіреген жанарын төмен салды. Маңдайдағы бұйра толған шаштары селдірей төгіліп, еліктің ылағындай бейгүнә жүзі алаулап кетті. Сұлу бойжеткен төмен қараған күйі лифтінің есігіне жақындады. Есік ашылса, зымырай жөнелетіндей. Құмар үшін бір жұмбақ, тұлға сезім бүкіл ой санасын жарып өтіп, кеудедегі жұдырықтай жүрегіне тығылды. Бойын тылсым күш, қуаныш кернеп, енді болмаса айырылып қалатындай асыға, аптыға, бейтаныс қара көзге қолын созды. Қазақшалап, «Мен Құмармын» деді. «Бек яқшы, мен Изиля» деді ұялыс тауып, қызарған қыз бала татар тілінде. Лифт ішінде тұтас бір ғұмыр кешкендей, көз ілеспес сәт, санаулы секундтар Құмар мен Изиляны сәулелі сезімнің алтын тінімен орап, алдағы бақытына, асыл армандарына көтеріп бара жатқандай болды. Құмар, Изиля. Лифтіде көзін кәдімгі көзін қарағанда, көзін алмай қарайды ғой. Көзін әлгі немегай. Сөйтіп қарағанда үлкен қара көзі сондай. Қайда кіруге біле алмайды. Енді жаспыз ғой, енді ұялып, содан шыдай алмай, не істерімді білмеймін. Өзімнен неге ұялып жүргенім білмеймін, сонда сол есімде қалған. Сөйтіп, сол уақытта оған дейін көріп те жүрген шығарым, просто не обращал внимания. Содан кейін есімде қалды да, енді бір-екі күннен кейін суббота, воскресенье танцы болады общежитиеда, бірінші этажда. Холл там большой, вестибюль. Сонда бәрі де түсіп, жаңағы билейді ғой енді, в основном. Соны сол түсіп, анда-санда барамыз, не каждый раз. Бір барғанда қайта кездесті ғой, сонда биге шақырды, содан танысып кеттік. Жігіттер болды, ұнатып жүрген жігіттер де болды, мен бағын білмеймін, біреуді көп ұнаған жоқ, ешқайсысын неткен жоқ. Енді мен ойлаймын, осы Алла Тағала бар, тағдирда бар деп. Білмеймін енді. Алла Тағала оны қолдап, қорғап жүрген сияқты. Менің ойымша, иә. Сол, мені де соған әуелден етіп қойған, енді мен қайдан білейін. Өзін мақтауға болмайды ғой. Жігіттік кезеңнің жалын тартып, ерлігі мен серілігін жарастырған студенттік шақтың бар қызығын кітап оқып, бос уақытында даудыраған достарымен кино, театрларға барып, туған күндерін сол жолдастарымен думандатып өткізіп, білім мұхитында еркін жүзген Құмардың өмірі лифттегі кездесуден кейін күрт өзгерді. Би алаңы, қол ұстасып киноға бару, спектакльдер бір-бірін тілсіз ұнатқан ғашықтардың алғаусыз сезімдерін бекіте түсті. Батыл да тік мінезді Құмар уақытты оздырмай, үлбіреген татар қызына өмірлік жар болуды ұсынды. Лапылдаған кіршіксіз сезімдерін сынай бермей, Губкин жатақханасында студенттік той өткізіп, ерлі зайыпты ғұмырларын бастады. Отбасылық бақыттарын ата-аналарына қалай жеткізерлерін білмей жүргенде, Изиляның анасы түс көріп, жастардың бас қосқандарын жобалап елге шақырды. Сол өзі апрель, май, июньда уже үйлендік, ауылға кететін болғасын, бітіріп атқасын, институтты уже.
үйленгісі келді. Үйлендік. Бірақ ол да айтқан жоқ, мен де айтқан жоқпын ауылға. Айтпай-ақ үйленіп қойдық. Өзімнің шешем түс көріпті. Түсінде Изиле қара жамылып жүр екен депті. Шешесін айтыпты. Біздің қолымызда бір ай, 2 ай өзінің шешесі кілең қонақ болып келіп жатып кететін еді. Өзінің шешесі де бар еді ол уақытта. Сол айтқан, соған айтыпты. Сосын мен енді хат жазбай кеткенмін ғой. Хат жоқ, көп хат келмегесін. Ол уақытта хаттан басқа ештеңе жоқ. Телеграфқа баруға ерінеміз, сосын хат жазамыз, телефонда соқпаймыз. Ақша керек оған еще соқ. Студенттарда ақша да жоқ. Соны жаңағыдай ойлап жүрген ғой енді, хат жоқ болғасын. Экзамендары бітті, хат жоқ, келмей жатыр, неғып келмей жатыр деп ойлайды ғой. Мен экзамендарымды біткесін қалып қойдым ғой, ол дипломның защитасына дейін. Ол 25 июньда защитасы болды соған дейін. Содан әжім айтыпты, қызың тұрмысқа шығыпты дейді. Тұрмысқа шыққан сол түсінде. Ой, қалай шығады? Не может быть, мынандай айтқан жоқ қой бізге. Вот сол көрерсің ертең. Сосын мен келгесін мамамызға айтып едім, сразу айттым. Мамам айтты, мен білгім сенің тұрмысқа шыққанымда осылай түскен. Aldım kulağa dumbara, gittim orama boyuna. Aldım kulağa dumbara, gittim orama boyuna. Uşağının bir güzel kerreminime uyuma. Uşağının bir güzel kerreminime uyuma. Hay hay hay, hay hay hay. Дипломдық жұмысын бастаған Құмар Татарстан деп аталатын орман тоғайдан бош жері жоқ, көк желекті суы мен нуы жұмақтың бағындай болған сүйген жарының еліне бара алмады. Оның үстіне ауырып, елге қайтуға тура келді. Өмірлік жолын Құмарға арнап, алыстағы қазақ даласының қандай екенін білмесе де, Құмарын таңдаған күннен бастап, қазақ деген халықтың бар болмысын Құмар деп сүюге бел байлаған татар қызы, ауылы ата-анасына жаңа қосылған күйеуінің фотокарточкасын ала кетті. Сосын мен диплом қорап болғасын, мен айттым, сен больницаға жатып емдел, мен ауылға барып келейін. Сосын келгесін осы жерде боламыз да, артынан сен ауылына барасың, мен практикаға кетуім керек, Бакуға, все равно через Москву. Өзім ауылға кеттім. Фотокарточкасын алып келдім ғой, көрсеттім ғой. Мамам қарап, ол 29-да, мен 24-темін. Ол үлкен кісі емес пе дейді. Қалай сен оған тұрмысқа шықтың, үлкен кісі емес пе дейді. Өйткені Құмардың уже мына жерлерінде ақ шаштары болады. Ерте ағарды шаш. Изиле туған шаңырағына оралғанда, қайран ата-анасы мен әжесі қыздарының қандай шешімін болса да қабылдап, бақыт тілеп, батасын беруге даяр отыр екен. Қыз бала кетем деген жеріне, қалап қосылған жарына барам десе, басқа не десін? Сонда да болса әке шешенің көңіл түпкірінде жер қиянға кетіп бара жатқан қызына, оның ертеңіне деген уайым қалды. Татарстанның жұмақ жерінен Бакуге ұшып, одан Гурьевке табан тіреген жас келін қайда келіп түскенін түсінбегендей жан-жағына алақтап қалды. Күні аптап ыстық, ұйтқыған жел сор тапырақты суырып, айнала көк ала шаң. Аңқасы кепкен Атырау Изиляны ыстық аптабымен қарсы алды. Құшағын жайған не Атырау, не Құмарын көре алмады. Сүйгенім, өмірлік жарым, бір Құмар деп, ит арқасы қиянға келгенде, мына алап әлемде Изиле өзін жалғыз қалғандай сезінді. Сірет келіп Гурьевке түстім. Гурьевке түстім, мен қарсы алатын Құмар жоқ.
ол кешігіп қалған бір жақтан мал әкелдім деп кеткен, содан үйіне келіп кішкене демалған, сосын ұйықтап қалған. Ұйықтаса ол уақытта, жас уақытта ұйықтаса тіпті оятуы қиын болатын, оянбайды, қатты ұйықтайды. Сол енді ұйқысынан тұрып менің келгенде, мен уже келдім, сағат 11-де келдім. Біздің тұрған жеріміз орман, тоғай, тау, су ағып жатқан өзен, керемет жерлер, керемет. Ал енді маған бұлай дейді ғой бұлар. Екі қыз болды Гурьевтен, орыс қыздар. Солар айтады, ой, Гурьев, деп естері танады. Енді өздерінің туған жері болғасын. Керім, Асқар айтады, Гурьев Каспийдің бойында тұр. Жайық, Урал, река, значит, қаладың ортасынан өтіп жатыр. Значит, Запад, Восток екіге бөліп жатыр. Анау Запад Европаға бөлініп, Урал Азияға бөлініп. Сондай деп айтады, и даже не думала. Күліп, бірінші рет келгенде түстім, алам жоқ, сосын чемоданым бар, кішкентай ғана. Сосын чемоданым бар, не істемейді. Пойыз жүреді деген айтатын еді, пойыз жүреді, Гурьевтен неге деп. Доссорға, через доссор. Сол пойызға барайын деп, пойызға бардым, вокзалға бардым, автобуспен вокзалға барсам. Пойыз уже кетіп қалыпты. Түндігіне жүреді екен, сағат 12. Енді сағат 12-де болады пойыз дейді. Емес. Сосын чемоданымды берейін деп, камера хранениеға, киноға бір жерге барайын деп ойладым. Не істейін? Ешкімді танымай Гурьевте, ештеңе білмеймін, маған айтқан да жоқ. Содан чемоданымды тапсырып, шығып остановкада центрға барып киноға барайын деп тұрсам, келатыр. Сол көшенің зестің ішінде кабинада көріп қалдым. Мен сол жерде тұрғанда ай деп айқайлаймын, еще кетіп қалады ғой. Бұл аэропортқа бара жатыр. Білмейді ғой, нешеде самолет келетінін де білмеген шығар. Жер қатпарынан тынымсыз қарамай айдаған алып качалкалар ұлан ғайыр кеңістікпен үйлесім тауып, бейне бір бөгде ғаламдай мен мұндалайды. Қазақ сахарасында ғасырлық тарихы бар мұнай өндірісі мал мен жанын бір санаған атыраулықтарға құт, ұлан ғайыр далаға береке үйітті. Мұнайлы қазынаның ортасында өскен Құмар ата жолын қуып, мұнайшы боламын, Губкинде білім аламын десе де, Мәскеуден келіншек әкелем деп ойламапты. Оның үстіне ауылға жалғыз қайтуға мәжбүр болғаны да жанына батты. Міне енді сол қарагөз асылын бір өзі келін болып келе жатқанда күтіп алуға да үлгермеді. Дегенмен кешіксе де машинамен заулата кеп жеткен Құмар Изилясымен қауышты. Тоқтап түсіп, амандасып жатырмыз. Сонда қол беріп амандасып, мен сен құшақтап сүймейсің бе? Қарсы қалған жоқсың, қалайсың өзің деп. Ойнап күліп жатырмын. Сосын күліп, шөпірден ұяладым ба білмеймін. Сөйтіп енді мен айтым, чемоданымды тапсырып едім, камера хранениеден алайық, сосын кетейік. Барсақ, камера хранение кілтап кетіп қалып, пойыз келерді келеді дейді. Ал керек болса. Сосын енді не істейміз? Сосын айтады, мына жерде бір не бар, тамақ ішейік сол жерде бар. Әлгі, поплавок дейді. Жайықта тұрып, поплавок сияқты ресторан. Соған барып отырдық, сосын сол жерде бір таныс беріші тап болып соның әңгімелесіп отырдық, сол жерде көпке дейін 2 сағат отырған болармыз. Сосын барып, вокзалға барып, чемоданды алып, Доссорға тайдық. Доссорға шаң, топырақ. Гурьевке келгенде де көшеде кісілер көп емес енді, бірен-саран кісі болғанмын. Сосын бір түрлі кісілерді ажарсыз көрінді көзіме. Ана
Бакуда енді культурный город қой, очень культурный город. Баку. Әдемі ойын олар жаңа. Соны біртүрлі қап-қара қақтаған сияқты мұнда. Бөліктегі адамдар қақтап болған сияқты, беттері қап-қара. Күн қоймайды ғой, жел. Сондай. Сосын біртүрлі маған көрінді. Сосын енді көріп қой, қанша дегенмен азғынтай көкгазда болса бар ғой. Білінген жоқ, енді сорға барғанда даласын көргенде сонда. Түнде әлгі дала көрген жоқ, біз даламен түнде жүрдік қой. Таңғы 4-те бардық. Алды түн Гурьев көшесімен заулап барады. Изилә машина ішінде Гурьев қаласының селдір талдарын да, бұрқыраған шаңын да байқамады. Түннің жарымында Құмардың туып өскен шаңырағына келіп, келін боп түсті. Үйде жағдайы да шамалы. Жағдайы да өте шамалы. Қайтана терезе есіктеріне жапқышта жоқ екен. Құмар келгесін бір досы текстап жазашылар екен. Бесплатно пластиналар беріпті. Сол пластиналарды қойып жапқышқа. Есік терезеде. Содан біле бер. Енді кемпір шал, жаңағы інісі бар, апасы бар. Оның үстіне әке шешесі қарсы болды ғой. Ана қазақты алмадың деп, бұл жаңа судья болып жасады. По-видимому, ананы көрген болар, көз ашық болар. Апам мені өте жақсы көрді. Ол Қошқарда тұратын еді. Қошқардан анда-санда келеді, сонда ұрысып кетеді. Әкесіне де ұрысады. Менің жағымды мамасына, апасына екі бастан жылатып қояды. Сіңлісі ойынды өзін, апам. Сөйтетін еді, марқұм, тие берсін. Осы күнге дейін жақсылығын ұмытпайын. Сөйтіп. Сосын енді сол көрдік қой енді сол. Не білмеймін, соның бәрі маған білінген жоқ. Мен тіпті сонда неге мұнда келдім, жаман екен мұнаның табиғаты дегенді де білдім. Тіпті ештеңе ойлаған жоқ. Ештеңе жастықты қойсын. Қазақ ауылының туып өскен жерінен айырмашылығы көп екенін, салт дәстүріндегі де ерекшеліктерге төзім мен сабыр керек екенін Изилә сол шаңыраққа түскен алғашқы сәтінен бастап түсінді. Түсінді де Құмары үшін барлық қиындықтарды қабылдауға бел буды. Қазақы ауылдың қазақы келіні болудың жолын таңдады. Алда Құмар мен Изиляның ұзын ғұмыры, алтын босағалы қара шаңырағы, бақ қарап қыдыр дарыған үлкен әулеті шақырып тұрған еді. Қос ғашық жар алыстағы беймәлім бақытына асығып барады. Ну, что-то в нем было, білмеймін. Алла Тағала оны қолдап қорғап жүрген сияқты. Менің ойымша, иә. Сол мені де соған әуелден етіп қойған, енді менің қайдан білейін. Иә, қазақ баласы мен татар қызының сонау Мәскеу жүрегінде басталған риясыз сезімдері отау түккен күннен бастап ерлі зайыпты екеуін алғаусыз шынайы сүю арқылы қандай қиындық болса да бірге болуға жетеледі. Сол шынайы махаббат тар жолдан аман өткізді. Жоқшылық пен бардың қасиетін сездірді. Үйлі етті. Перзент қызығына кенелтті. Кеудесі мейірімге толы болса да, ерінің қатал мінезі, ата-енесінің қазақы тәлімі Изиляны ширықтыра түсті. Өзінің ұшқан ұясы, ата-анасынан алған тәрбиесі жақсы әйел, сүйікті жар, асыл ана болу міндеттегендей еді. Құмарына деген жүрегі отбасына, әулетке, қазақтың қасиетіне деген адалдығы Құмарымен бірге бақыттың базарына келді. Атырау алабының жақсы жайсаңдарымен қатысты. Пейілі таза жандармен дос болысты. Құмарының арқасында өсті, өнді. Алла деп жүріп, тәрбиелеген ұлдары түгел Губкин институтын бітіріп, ата жолын қуысты. Ұлдарының ортасындағы жарық күндей қыз баласы да өз бақытын, өз жолын тапты. Алла деген анасын балалары қажылыққа апарып, жаратқанның одан ата-анасының батасын алды. Мұнайдың иісімен, мұнайлы сахараның қасиетімен,
Қазақ жұртының салт дәстүрімен біте қайнасқан Изиля сүйген жары Құмар мен Гауһар тойға жетті. Балалары ұлан асыр той жасап, ұлғайған ата-анасына мереке сыйлады. Ата-анамыз қастер тұтар киеміз, біз сіздерді мәңгі бақи сүйеміз. 4 ұл, 1 қыз, 5 баланы өсірген, сіздерге біз әрқашан бас иеміз. Мұнайшы боп сонау жастық шақтардан, Атыраудың қойнауларын ақтарған, ата-анамыз көпкенді оқып жүргенде, қол ұстасып болашаққа аттанған. Бақыт тауып, қызу еңбек майданнан, ел сенімін ақтап, көңіл жайланған. Жарты ғасыр бұрын тіккен ақ отау, кейін қара шаңыраққа айналған. Асыл әке, тыңнан жолды салдыңыз, дасор, прорба, жұлдыз болып жандыңыз. Ембі, жайық мұнайларды басқарып, халқымыздан ылғи алғыс алдыңыз. Соның бәрі елге құмеке дегізді. Естідіңіз небір ыстық лебізді. Есіміңіз қалды мәңгі тарихта. Сіз аштыңыз кең орны теңізді. Еңбекпенен шын абырой таптыңыз. Қыран құстай көкте қанат қақтыңыз. Егері мемлекеттік сыйлықтың қанша орден медальдарда тақтыңыз. Анамыздың татар қызы екені елге мәлім. Татарстан мекені. Қазақ тілін салтын үйренушілер өздеріне оны үлгі етеді. Тек осындай анасы бар адамдар әрқашанда мұратына жетеді. Елден асып кетпесе де дәулеті, жұрттан асып түспесе де сәулетті. Ата-ананың ізіменен келеміз, бақыттымыз мұнайшылар әулеті. Құмар мен Изиляның жүректері, кеуілдері сонау Мәскеудегі жастық шақтарынан ұзай қоймаса да, бүгінде немерелері, шөберелері бақ пен ырыс, береке сыйлаған алтын уақытқа алғысын білдіргендей, ата-әжесінің үлкейгендерін еске салып, мейір шапағатына бөленіп жүр. 2017 жыл. Құмар мен Изиля балаларының ортасында қамсыз қарттығын, қазыналы шақтарын өткізіп жатты. Құмекеңнің денсаулығы сыр беріп, аяғынан күш кеткен уақыты. Балалардан оңаша қалғанда Изилясына ұзақ қарайды. Жер жәннаты туған жері жұмағынан Атыраудың сахарасына әкеліп, бақытты ет алды ма? Ресейдің атақты институтын үздік қызыл дипломға бітіріп, елінің мұнай саласын көтерем деп талпынған жап-жас Изиляны Мәскеудің кең әлемінен қатаң тәртіптің, қазақы салттың ортасына салып, асыл арманынан алыстатыпты. Келін боп, орамал тарту, сәлем салу, ата-енені күту, қазақтың таусылмайтын қонағын жайлау, жора жолдаспен сыйластығын арттыру, самаурынның шоғын маздатып, қазанын оттан түсірмей, отбасының берекесін келтіру, балаларға қарау, оларды тәрбиелеу сияқты қазақ әйелінің таусылмайтын тірлігіне бүгінге дейін селкеу түсірмеді. Асқар осы бізді осындан өзі Астанаға көшкесін сразу көшірем деген опасы көшпеді. Өзің үй салды, үй салғасын айтты. Енді үй салдым, енді көшірем. Әңгімені қоясыңдар, давай көшеміз деп. Сосын мынау көшкісі келмеді. Мен айттым, мен көшем, сен көшпесең. Мен енді кухняға барғым келмейді. Мен қартайдым, қалай ойлайсың? Это 7-ші жылы. Мен сонда 75-темін ғой. 75, 74, 75. Енді жасым келді, енді мен барам дедім. Сосын бардым ғой, екеуміз көшір бар. Алланың бергеніне шүкір. Балалардың ортасында жүреміз, отырамыз. Жақсы уақытта Астанаға көшіп келдік. Балдары барлығы аман болсын, немерелер аман болсын. Тек қана қуанышпенен
қуаныш болатын болсын. Өзі бұлай ауырмай күндегідей тамағын ішіп, киносын, телевизордан концерт бірдеңелер қарап отыр, енді күн ұзынға не істесін. Арасында күн жақсы болса, далаға шығып келеді, қыстың күні ғой, февраль айы. Коляскамын шығарып алып келеді. Үйде де коляска 1 жыл болды, коляскамын жүреді. Өйткені аяқтары ұстамайтын болды. Содан қызым, келінім екеуі жуындырып, киіндіріп, жатқызып атқанда сағат түндегі 11-де. Сонда көзі ауып кетіпті. Сосын жүгіріп келді, мама біртүрлі болып жатыр папам деп. Сосын мен жүгіріп бардым. Келіні мен қызының мамалап шақырғанына жүгіре жетіп барғанында, құмары жүзі солғын тартып, сұлық жатыр екен. Не болды, отағасы-ау, мен қасыңдамын дегенінде, құмары мейірім толы жанарын Изиляға бұрды. Бұл көзқарас Изиляға таныс еді. Қос қария бірін-бірі жаңа көргендей, сөзсіз ұғынды. Бір сәтте көз алдарынан бүкіл ғұмыры зырғып өтіп, екеуінің баяғы жастық шақ, жалын сезімінің жарық нұрын сыйлаған лифтінің ішіне кеп тұрақтағандай болды. Сол жас Изиля, сол құмар. Жүгіріп бардым, қарасам деп аузын ашып жатыр екен. Содан олар жатқызбапты, сидящим положение артына көпшіктер қойып отырыпты. Дем жетпей қалған сияқты. Сонан ойбай, давлениені өлшеңдер дедім, сосын скорый шақырыңдар дедім. Екеуі кезек сол жүгіріп, біреу скорый шақырып, біреу давлениесін өлшеп жатыр. Давлениесі жоқ, мама дейді. Қалай жоқ? Жоқ. Ойбай, онда әлгі құлаққа киетін баяғы ескіше давлениесін өлшеңдер, соның аппарат может дұрыс көрсетпейтін шығар. Соны әкеліп қарады, мама, давление жоқ. Ойбай, скорый келсін, онда скорый келіп қалды сол. Сосын скорый келіп, оларда жан давлениесін өлшеп, тоже давление жоқ деп жатыр. Кардиограммасын қарап жатыр, аппараттарын қойып жатыр. Сосын системасын қойып жатыр, дәреже беріп жатыр. Құмар бірдеңе айтқысы келгендей, еріндері қимылдап, көзіне қимас мұң ұялады. Изиля дегендей болды. Оу, отағасы патшам, деді сүйген жары. Не айтқың келді, патшам? Ризамын, Изилям. Саған екі дүниеде ризамын деген сөздер қарт құмардың жүрегінде сайрап тұрды. Қосағының дірілдеген даусын естіді ме екен? Құмар көзін Изилядан алмаған күйі, жанарының соңғы сәулесін Изилясына арнағандай, бақи дүние мәңгілік мекеніне көшіп бара жатты. Кроваттың үстіне бір жағынан шығып, бетін сипап, Құмар, сен не? Бізді жаман қорқыттың ғой. Сен әлі кетпе, сен кетейін деп жатырған жоқсың ба? Деп сұрап жатырмын. Сен кетпе, біздің әлі бриллиантовый свадьбамыз болады ғой. Сен кетпе деп жаңаға қолын сипап, бетін сипап, бір уақытта маған қарады да, бір уақытта көзін жұмды. Сонда Райхан айтты, мама, саған осы көзін жұмарда саған бір қарады ғой деді. Сол қарағанда у него такой был взгляд, я вот этот взгляд никогда не забуду. Там, говорит, было, и все там было, говорит, поражало этот взгляд, я первый раз такой взгляд вижу. Там и любовь, и сожаление, там и бәрін қимастық кетіп баратын деген сияқты. Он уже знал, что он уходит, дейді. И вот он с тобой прощался, дейді. Менің қызым айтады. Сол взгляд, последний взгляд тоже вот такой. Әулеттің асқар тауы болған нар тұлға асыл әкенің соңында еліне жасаған еңбегі,
Изилемен қол ұстасып өткізген бақытты ұзын ғұмыры, салих ұрпағы, ел жұрты қалды. Бүгінде Изилә Ғали қызы немере шөберелерінің ортасында сабырлы, бекзат қалпын сақтаған күйі бір әулеттің ғана емес, тұтас елдің анасын айналды. Шөпшек сүю нәсіп болсын, татардың батыл да асыл қызы Изилә. Ғайыптан кезігіп өзіңмен қарадым көз алмай көзіңнен мәңгілік таусылмас нәр алдым құмарым деген бір сөзің тербетіп сезімнің жалауын жақтың сен махаббат алауын Изиля, Изиля деп соққан сездің бе жүректің кездесіп Мәскеудің төрінде қуаныш сән қостың өмірге шаттығым бақытым өзіңсің сезімім сыймайды Көзіме тіккенде көзіңді жарқылы шарпыды сезімді шуағы әлемге шашылған сол көздер күн болып сезілді
сен де жүректі Изилия деп соққан